Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бала өмірінде ұмытпайтын 5 нәрсе туралы айтатын боламын. Егер сіздерге осы мәлімет қызық болатын болса, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең бірінші, бала өзін қорғаған және қорғалған сәттерін ұмытпайды. Балалардың қорқыныштары ересектерге қарағанда үлкенірек және күлкілі. Балалар әртүрлі заттардан қорқуы мүмкін. Қатты дыбыстардан, қараңғыдан, теледидар мен әлеуметтік желілерден көріп қалған кейіпкерлерден, тіптен өзінің шаштарынан, өзінің денесінен де қорқуы мүмкін. Сондай сәттерде біз өзіміздің ересектігімізді, ата-ана екенімізді көрсетіп, оларға мін тақпай, олардың қорқыныштарын құнсыздандырмай, балаларымызды мұқият тыңдап, оларға сенім артып, жоққа шығармай, оларды сынамағанымыз жөн болады. Сондай сәттерде оларға қауіпсіздік сезімі артып, ата-аналарға деген сүйіспеншілік, құрмет, қарым-қатынастары нығаятын болады. Екінші, әр баланың өзіне ғана көңіл бөлген уақытыңыз. Яғни, сіздің отбасыңызда 2-ден көп, 3-тен көп балаларыңыз бар. Немесе сіздің егіз балапандарыңыз, тіптен болмағанда сіздің жалғыз ғана балаңыз бар. Бірақ күнделікті күйбең тіршіліктен біз балаларымызға қандай да бір сапалы уақыт бөлуге уақыт таппай жатамыз. Сізге бір лайфхак айта кетейін. Сіздің балаңыздың туған күні қай күн? Мысалға, 5 шілде делік. Әр айдың 5 күні балаңызға жеке бір уақыт бөлуге тырысыңыз. Онымен бірге серуендеңіз, қандай да бір жерлерге, балалар ойнайтын, балалар ұнататын жерлерге апарыңыз. Тіптен болмағанда онымен бірге сыртта тамақтаныңыз. Осының бәрі баланың есінде міндетті түрде сақталатын болады. Бұл басқа мемлекеттерде, ұлттарда индивидуальное время деп аталынады, яғни баланың өзіне арналған уақыты. Сіз де өзіңіздің көп балаларыңыз болатын болса, егіз балаңыз болатын болса, осы ұстанымды ұстансаңыз болады. Бала ұмытпайтын үшінші зат ата-анасының бір-бірімен тілдесуі. Балалар махаббат сезімінің көп бөлігін ата-анасының қарым-қатынасына қарап бойына сіңіреді. Өскенде өзінің әкесіне не анасына ұқсас жар іздейтін болады. Тіптен өзіңізге қарап көріңізші, сіздің жартыңыз ата-анаңызға ұқсайды ғой. Толығымен 100% ұқсамаса да көпшілік бөлігі ұқсайтыны анық. Сондықтан да үйдегі атмосфераға баса назар аударыңыз. Тілдесулеріңіз қандай? Ашулы ма, жылы күйінде ма? Егер сіздер үнемі ашулы болып, айғай-шу болатын болса, онда бала да сыртқа агрессиясын шығаратын болады. Егер үйде жылулық орнаған болатын болса, бала да айналасына өзіне жылулығын шаша алатын болады. Төртінші, отбасының берген бағасы. Егер де сіз балаңызды көршінің баласымен, өзінің сыныптасымен, құрбыластарымен салыстыра беретін болсаңыз, бала да үнемі өзін солай өзгелермен салыстырып өтетін болады. Егер де сіз балаңызға әрқашанда сенім артып, оның биіктен көрінетініне сенетін болсаңыз, және айтатын сөздеріңізде ақылды, білімді, алғырсың, өзіңе сен, талаптысың деген секілді жақсы оның самооценкасын көтеретін сөздер болатын болса, бала да кейін өзін солай бағалайтын болады, әрқашан биіктерден көрінетін болады. Ол қанша жерден құласа да сіздің сөздеріңізді өзіне мотивация ретінде алатын болады. Бесінші, ол әрине отбасылық дәстүрлер. Бұндай оқиғалар, отбасымен бірге өткізілген сәттер баланың жадында мәңгі қалады. Мысалға, табиғат аясындағы серуендер, мерекелік кештер, кешкілік отырыстар, ондағы әкенің қалжыңы мен анасының күлгені, қандай да бір мерекеге дайындық барысы, осының барлығы баланың есінде мәңгі қалады. Бұндай отырыстарды жиі балаңызбен жасауға тырысыңыздар. Себебі бала сіздің болашағыңыз екенін ұмытпағаныңыз жөн болады.
Құрметті оқырмандар, осымен бала ұмытпайтын 5 нәрсе туралы сіздерге толық жеткізе алдым деп ойлаймын. Кері байланыстарыңызды күтетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызға жіберулеріңізге де болады. Және де келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.